Армысыз, мен бұл видеода сізге математикалық сауаттылық курс жайлы айтам. Жалпы біздің Cкай курстар бұл 2 айдан тұрады. Барлық курстар, жаңағы айтып отқан математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы, математика, география, биология, физика барлығы 2 айдан тұрады. 2 ай ішінде біз барлық материалдарды, сол пәндегі барлық материалды жинақтап, сығып согын шығарып сіздерге береміз. Соның ішіндегі математикалық сауаттылық пәні бұл жаңа пәндердің қатарына жасады. Бұл пәннің кіргеніне биыл 4-ші жыл 2017, 2018, 2019 жылдары бұл пәннен ұбт өтті. Енді осы жылғы 2017, 2018, 2019 жылғы база біздің қолымызда бар. Дәлірек айтқанда, менің қолымда бар. Енді біздің курсымыз 2 айдан тұрады. Бұның бірінші айы теорияға бағытталады. Теорияда біз 6 сабақ ішінде, әр сабақтың өту уақыты 2-2,5 сағаттан тікелей эфирде, егерде тікелей эфирге қатысатын мүмкіндік болмаса, мысалы, сіз ауылда болуыңыз мүмкін, сіздің интернет желіңіз нашар болуы мүмкін, интернеттің жылдамдығы нашар болған жағдайда қайталау видеосын көріп аласыз. 2-3 рет қайталау видеосын YouTube-қа саламын, жабық достықпен көріп аласыз. Оның тікелей эфирі ыңғайлы сайтта, ыңғайлы платформада жүреді. Енді бұл тікелей эфирде 6 сабақ бүкіл математикалық сауаттылықтағы тақырыптардың барлығын жинақтап, 6 сабақтың ішіне сыйғызып сіздерге үйретіп беремін. Енді әр тақырыптың өзінің оңай шығарылу жолдары болады, одан кейін оның формуласы болуы мүмкін, және формуласын жаттамай, оны өзіміздің логикамызбен шығара алатын жолы болуы мүмкін. Сол жолдардың барлығын сізге дәлірек айтқанда үйретіп беремін. Осы 1 ай ішінде. 1 ай ішінде, одан кейін, қараңыз енді, теориялық тұрғыдан айттық қой, теориялық тұрғыдан тақырыптар түсіндіріледі. Одан кейін ұбт 2017, 2018, 2019-да келген есептерді шығарамыз. Және тағы бір мәселе, математикалық сауаттылық курсында бізде үй жұмыстары обязательно болу керек. Яғни сен жаңағы айттың ғой, сен түсінгеніңмен өзің шығара алмайсың. Сол сияқты өзің шығарып көруің керек үй жұмысын. Және сен үй жұмысында, мысалы, 30 есеп берілсе, соның 25-ін шығарып, 5 есебін шығара алмай қалсаң, ол есептерді сен мен дайындап қойған видеодан көре аласың. Яғни мен үй жұмысын берем, және сол есептерді өзім шығарып, видео қылып дайындап қоям. Сол видеодан сен өзің білмей қалған, шығара алмай қалған есептеріңді көріп, қайтадан өзің шығара алатын дәрежеге жетесің. Енді 1-ші айда сен барлығын біліп аласың. Сен деп айта берейінші, сен барлығын біліп аласың 1-ші айда. Енді 2-ші айда не үшін өтеміз? 2-ші айда неге курс 2 айға жалғасады? Өйткені сен барлығын білсең де оны шығара алмауың мүмкін. Есепті қалай шығара алатынын білсең де, бірақ оны сен өзің шығара алмауың мүмкін. Сол үшін осы 2-ші айды қосып отырмын. 2-ші айда біз, менің қолымда қазір ұбт 2019-да келген, маусымда келген, дәлірек айтайын, маусымда келген, ол қаңтарда, наурызда емес, маусымда гранттар таратылған ұбтта келген 100 нұсқа мен қолымда бар қазіргі уақытта. Сол 100 нұсқаның 30 нұсқасын 2-ші айда 30 күн ішінде 30 нұсқаны талдаймыз. Осылай біз курсты аяқтаймыз. Курсты жалпы 2 айдан кейін сенің балың минимум деп айтайын 16 балл болу керек. Енді ол қазіргі сенің білім деңгейіңе байланысты. Мысалы, сен қазір 15 балл алып жүрсең, онда сен 20-ға көтере аласың деген сияқты ғой. Бұл мәселен бір зал сияқты, мысалы. Оның қолы 20 сантиметр адам барып о жерден жаттығып 18 сантиметр болып кетпейді, дұрыс па? Ол ары қарай өседі. Ал қолының жуандылығы 10 сантиметр адам барып, ол 15 сантиметрге дейін көтеру мүмкін деген сияқты. Математикалық сауаттылық курста тура сондай. Бұл 20 балға толықтай жеткізе алатын курс сені. Енді бұл курсқа 2 айдан тұрады. Енді барлығын айттым деп ойлаймын. Курс жайында қалай өтеді дегенге жауап жаңағы 1-ші ай тікелей эфирде, 2-ші ай ол видео түрінде болады. Одан сол видеоларды көрген соң беседада, айтпақшы, беседа ашылады. Сол беседаның ішінде барлық оқушылармен әңгіме болады. Одан кейін түсінбей қалған жерлеріңді сұрай аласың. Тікелей эфирде де сұрауға болады. Егер сенің интернетің нашар болса, онда жаңа беседаға жазып сұрай аласың, қайталау видеосын көрген соң. Қайталау видеосын YouTube-тан көресің. Яғни сенің қазір интернеттің жылдамдығы YouTube-ға жететін болса, онда курсқа қатысуға сенің толықтай мүмкіншілігің бар. Ендеше барлық ақпаратты бердім деп ойлаймын. Бұған жазылу үшін даму онлайн деген топтың ВК парақшасының жаңағы обсуждение деген бөлімдегі қалай жазылуға болатын төлем жасау әдісі бар. Сол төлем жасау әдісімен төлем жасап, маған ВКонтактедегі жеке парақшама Мұхаммед Асқаров деп тұрады. Біздің даму онлайндағы посттарды менің атымнан шығады. Соны астында мен бас жіберсеңдер,
маған кіресің, сол жердегі сообщение деген бөлімге чекті алып жібере саласың. Болды, осымен курсқа қатыса бересің, ары қарай мен сені беседаға қосып базаға тіркеп қоямын. Жалпы қазіргі жазылу жүріп жатқан курсымыз бұл 15 қараша күні басталады. Енді 2 ай 15 қарашадан басталып 15 желтоқсан 15 қаңтарға дейін жалғасады. 15 қаңтар күні Құдай қаласа сен жақсы біліммен шығасың деген үміттемін. Курстың қазіргі бағасы бұл 15 теңге, ол 2 айға. Одан кейін қазір алғаш жазылған 50 адамға барлық курстарда, алғаш жазылған 50 адамға барлық курстар бойынша 20% жеңілдікпен 12.000 теңге болып тұр. 12.000 теңгемен дәл қазір жазыла аласың. Егер де сен 2 пәнге қатар қатысам десең, 2 пәнге 20.000 теңге деген скидкамыз да бар. Және де осы алғаш жазылған 50 адамға қараша желтоқсан ағымына 50 адамға ұбт-да келген 100 нұсқаны тегін беремін. 2019 жылы маусымда келген 100 нұсқаны. Қазір ол әртүрлі топтарда 5.000 теңге, 10.000 теңге болып сатылып жатыр. Ал саған тегін беремін. Жаңағы математика сауаттылықтың 2 айда 30 нұсқасын талдаймыз ғой. Қалған 70 нұсқасын өздерің беседада талдасаңдар болады. Әбден мүмкіншіліктерің бар. Ендеше сау болыңдар, сендерге ақпарат берген Абдмұхаммед Асқарұлы, мен сені курста күтемін. Математикалық сауаттылықтан 20 балл алуға тиіссің. Сенің толықтай мүмкіншілігің бар.